Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай кереметтей болып шығатын екі түрлі мохитоның жасайтын боламыз. Енді біз ең алдыменен құлпынайлы мохитоны жасаймыз. Осылай құлпынайымызға қантымызды салып, газге қантымыз ерігенше қойып аласыздар. Қантымыз ерігеннен соң блендердің көмегіменен езіп алсаңыздар болады. Осы езіп алған еспемізді енді ситадан өткізіп, ірі дәндерін алып қаламыз, сүзіп алатын боламыз. Бізге тек сұйық несі қажет болады. Дайындауға кірісеміз. Мен ыдысымыз әдемі болып шығу үшін осылай лайфхак көрсеткім келеді. Дәмі де, көрінісі де өте әдемі болады. Осы құлпынайымызды сиропымызға енді стаканымыз шетін батырып, оны қантқа батырсаңыздар, осындай әдемі болып шығатын болады. Енді ыдысымызға мұзымызды салып, лимон, мята жапырақтарын салып, сиропымыздан құйып, мохитомызды жасаймыз. Газды суды құйсаңыздар болады, немесе осындай спрайт сусын құйып дайындасаңыздар болады. Дәмі өте керемет, мұздай ғана күннің ыстығында шөліңізді басатын керемет сусын дайын болады. Құлпынайлы дайын сироптан да жасасаңыздар болады әрине, бірақ қолдан жасасаңыздар да өте керемет дәмді болып шығады. Енді бізде апельсинді, шырынды мохитоны жасаймыз. Ең алдыменен осылай апельсинімізді ірі бөліктерге бөліп, оны да блендерден өткізіп майдалап аламыз. Қантымызды салып, газды отта қантымыз ерігенше біраз ұстап аламыз. Майдаланып алған апельсинді шырынымызды енді осылай өткізіп аламыз, немесе сол күйінше жасасаңыздар да болады. Дәмі де өте керемет, табиғи дәм беріп тұрады. Енді апельсинді шырынымызды қантқа батырып осылай жасаймыз. Бұл да өте күшті болып шығатын болады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Мұзымызды саламыз алдыменен, сосын бір тілім лимонды және де мята жапырақтарыменен сиропымызды құямыз. Апельсинді мохито өте керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады.
Сусындарымыз дайын. Мінекей, көрінісі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Трубочкаменен балдарыңызға ұсынсаңыздар да, қонақтарға берсеңіздер де өте керемет сусын. Барлығыңызға ас болсын.